бәріңе сәлем достар, қалайсыңдар? Короче, бүгінгі видеода біз YouTube хаусқа шоу жасайтын боламыз. Яғни мен бұны салған болатынмын бүгіндікке. Яғни бүгін менің ойым бойынша, короче, осы жерге, яғни ютуберлердің бүкіл ютуберлер Майнкрафтта түсіретін ютуберлердің салатын боламыз. Короче, бүгін YouTube хаустан бастауды жөн көрдім. Короче, YouTube хауста әлі істеген жоқпын, бірақ кейін істермін. Бірақ өзім комнатамды салған болатынмын. Короче, сіздер мана тіркеліп отырыңыздар. Біз тезде 100 подписчикке жетіп алайық. Соның арқасында мен бетімді, түрімді көрсететін боламын. Қызық болсын, бүгін мен комнатам болады, яғни Айшуақтың комнатасы. Ал негізінде мен оны өзгерткен болатынмын кішкене. Ана жақта өзімнің кішкене ұқсаттым, бірақ бүйтіп отырып алып, мына жақта ноутбугымды көре беремін. Ал мұнда бір компьютерім бар. Мына жақта дауысты, диктофон ба бірдеңе дейді ғой. Мына жақта ішім пысқан кезде болды. Пультпен мына жақта пультімді алып алайын. Пультімді қосып көре беремін. Мен мындай мультип хабар анымды көріп отыратын боламын. Бұдан шығарып қойсам болады. Бүйтіп қоя салайын мына жерге пультімді. Сіздердің тіркелгендеріңіз бізге күш береді. Яғни сіздер тіркеліп отырыңыздар. Басқалар сияқты мақта түсіруге тырысатын боламын. Және бұл YouTube хаусқа өзім кейін ерекшеліктер қосатын боламын, бірақ осы күйімді сақтап қаламын. Енді бүгін сіздерге бір шоу жасап өтейін. Яғни бұны салуға енді біраз қарап отырып салмай тұр. Қиналдық кішкене. Бірақ осы қиналғанның да еңбегі бар. Сіздер тез лайктарыңызды басып, тіркелгендеріңіз бізге күш қуат береді. Және болашақ келесі видеода салып қалуы мүмкін. Айтпақшы, алдыңғы модтың несі қайтып екен? Алдыңғы мод бар емес па? Алдында түсірген модым, соны кейінірек тағы түсірген боламын. Өйткені сіздер әлі оған лайк жинаған жоқсыздар. Білем, көрмегендер болса көрсін. Өйткені бұл мод таза айшуақтардың моды деп айтсам болады. Енді қалай айтсам, мына модты да ешкім түсірмейді қазақтардан, бірақ кейін өзім түсіріп қалуым мүмкін. Бірақ бұл модты көрсетейін десем бітірмейді. Нормально, бірақ мына жақта кейін әжетхана салатын боламын. Әжетханадан мына жақта кейін мынау кейін тағы қасында ютуберлер келеді деп ойлаймын. Яғни болашақ ютуберлер. Менен кейін тағы ютуб бастайтындар болып қалуы мүмкін. Яғни достарым бар. YouTube хаусты енді келесі жолы мен Нұрлан Қаламдікі салып қалуым мүмкін. Айтпақшы, сіздер қандай ой ұсынасыздар, қандай жер салуға, YouTube хаус салуға. Сіздер лайк басып отырыңыздар. Бүгінгі видео өз тамамен болды. Сіздер лайк басып отырыңыздар. Готе!